18.000 ғаламтор. Қалай ойлайсыз? Бұл шыныдағы бас жай ғана жасанды ма? Әлде қолдан жасалған манекен бе? Мұқият қарап бірнеше секунд ойланып көріңіз. Бұл шынайы адамның басы. Шыныда сақталып тұрғанына шамамен 200 жыл болған. Бірақ неге бұл адамның басын шыныда сақтап қойған? Ең бастысы, не үшін? Осы видеода бұл қызық сұрақты талқылайтын боламыз. Бұл адамның есімі Диего Алвеш. 1810 жылы Испанияда Галисияда дүниеге келген. Ол 13 жасқа толғанда ата-анасы оны жақсы өмір сүріп аяққа тұрып кетсін деп Лиссабонға жібереді. Ол кезде Лиссабон испандықтар үшін үлкен мүмкіндіктер мекені болған. Мұнда адамдар жұмыс істеп ақша табуға келетін. Бұл жерде Диего жылқышы болып, соңынан көтеріліп жақсы мансапқа ие болды. Ата-анасына өте сирек хат жазатын. Ақыр соңы мүлдем хабарласпай кетті. Әке-шешесі оны тіпті қайтыс болып кеткен шығар деп ойлаған. Ал шын мәнінде ол жеңіл жүріс өмірге беріліп, ішімдікке салынып, құмар ойындар ойнап, жұмысынан айырылған еді. Мұндай күйге және қылмыстық жолға ол Гертрудеш Мария Парейриния лақап атты әйелмен танысқан кезден бастап түсті. Парейриния темекі фабрикасының жұмысшысы Саравойдың әйелі болған, бірақ одан 2 баласымен бөлек тұрған. Алвеш Парейринимен кездесіп жүріп, қарақшылықпен кісі өлтіруге барды. Ол да Алвештің бандасының жорықтығына қатысып, қылмыстық іздерді жоюға көмектесіп жүрді. Кейінірек Парейринидің 11 жасар қызы сотта Алвешке қарсы куә болады. Диего Алвеш акведуктық кісі өлтіруші ретінде танымал болды. Атақты Лиссабондық еркін су айдыны. 1748 жылы қаланы сумен қамтамасыз ету үшін жасалған. Ол арқылы Арка жолы өткен. Бенфика сияқты шалғай аудандардан қала орталығына төменге жақтан Алкантар алқабы арқылы ыңғайлы жол. Су өткізгіште негізінен кедей саудагерлер мен фермерлер жүрді. Олар өз өнімдерін қалаға сатуға алып жүрді. Алвеш туралы әңгімеде айтылғандай, ол бір кездері су өткізгіштің ішкі галереясынан кілттің телнұсқасын алып, жолдан өтіп бара жатқан адамдарды билікке шағымданып, оны танып қалмау үшін 60 метр биіктіктен лақтырған. Осылайша кемінде жарты жыл бойы қылмыс жасағаны белгілі. Бірақ оның қаншама адамды осылай өлтіргені анықталмаған. Ол құлатқан құрбандардың денесінде ұрыс соққы іздері жоқ. Ал су өткізгішке кіреберіс күзетілген. Сондықтан билік Алвештің құрбандарын өзін-өзі өлтірген деп есептеген. Бірақ мұндай жағдайлар көбейіп кеткеннен кейін су өткізгіш арқылы өту жолы жабылды. Осы уақыт ішінде 70-тен астам адам қаза тапты. 1840 жылы 20 ақпанда 29 жасар Алвешті және оның бандасын соттау басталды. Бұл туралы егжей-тегжейлі репортаж 1840 жылы 28 ақпандағы нөмірі 454 Эко газетінде жасалды. Көпшілік отырыс бұрынғы Кармо монастырь ғимаратында ұйымдастырылды. Таңғы сағат 6:30-да айыпталушылар Лимарею түрмесінен және қалалық бекіністен сотқа жеткізілді. Таңғы сағат 8-де сот залында бос орын қалмады. Барлық топтағы адамдар келді. 12 алқабиден тұратын сот отырысы өткізілді. Сотта жиналған халық Алвеш өзінің істеген қылмысына сай қатаң жаза алады деп үміттенген болатын. Бірақ сот Алвештің акведуктегі болған бірде-бір қылмысына қатысы бар екенін дәлелдеген жоқ. Алайда оны басқа қылмыстар үшін дарға асу арқылы өлім жазасына кеседі. Негізгі айыптау 1829 жылы 26-27 қыркүйекке қараған түні Флореш көшесіндегі доктор Педро Андраденың үйінде 4 адамды тонау және өлтіру болды. Бұл оқиға су айдынындағы кісі өлтіруден айырмашылығы полицияның көбірек назарын аударды. Бәлкім отбасының асыл шығу тегіне байланысты болуы мүмкін. Және кемінде 8 адамнан тұратын бүкіл банданы ұстауға келді. Банданың тізімі: жыртылған ауыз, шын аты Мануэль Жоаким да Сильва, етікші және әскерден қашқан дезертир. Онда ол барабаншы болған. Көмуші Жоодаш Педраш, галисиялық. Алегрия қайнар көзінің қызметкері. Биші
Жозе Клаудиньо Коэльо. Шаштараз және театр әуесқойы. Туған жері Трас-уж-Монтиш. Жоау Мария. Қоладан жасалған бұйымдарды сатушы. Фонте-Санта қазіргі Фразереш ауданының полиция бастығы. Қазынашы. Антонио Мартинш. Либердаде даңғылының орнындағы жаяу жүргіншілер аллеясындағы пассиуда кассир болып жұмыс істеген. Гертрудеш Мария. Паририне. Алвешпен кездесіп жүрген трактирші. Космеде Араужу. Галисиялық. Алегрия қайнар көзінің қызметкері. Несесидадеш көшесінде тұрған. Фернандо Балея. Галисиялық. Ат қорасының қызметкері. Сот отырысы 23 сағатқа созылды. 21 куәгерден жауап алынды. Куәгерлердің айғақтары мен айыпталушылардан жауап алу 1852 жылы Мистериос де Лисбоа кітабында жарияланды. Паририне Марияда Консейсаудың 11 жасар қызынан жауап алу процесі жұртшылықты ерекше қызықтырды. Ол Алвештің қатыгез қылмыстарының себептерін анықтайды деген үміт бар еді. Қыз Алвештің үйдегі айтқандарын және оның жорықтары туралы бәрін айтып берді. Жарты жылға жуық уақыт өткенімен қыз 26 қыркүйекте кешкі сағат 10-да Алвештің Париринедің үйінде құрбандардың ауыз бекітуге арналған 4 шүберекпен шыққанын еске түсіре алды. Олардың кейбіреулерін қыз сотта танып білді. Бұған дейін Алвеш доктор Андраденың үйіне жасалған шабуылды талқылау үшін бірнеше рет бандасының жиналысын өткізген. Олар банданың мүшесі болған оның жиені Антонио Мартинш арқылы оның қызметшісі Мануэль Алвешті өздерінің серіктесі ретінде қосып алған. Доктор Андраде сол түні үйде болмады. Ол өз шаруаларымен сыртта жүрді. Үйінде оның ағасының жесірі Мария де Консейсау, екі қызы Эмилия және Винсенция, сондай-ақ сол кезде Коимберде оқыған бірақ туыстарына қонаққа келген ұлы Жоземен болды. Олар кешкі ас ішіп жатты. Серіктес қызметші Алвештің банданың 3 мүшесін бірге үйге кіргізді. Бандиттердің әрқайсысы құрбандардың біреуін өз мойнына алады деп болжаған. Сарбаз Палиареш алдымен қожайынның баласын тұншықтырғысы келді. Бірақ ол оған асқан пышағымен қарсылық көрсетті. Сол кезде Диего Алвеш оның басын тапаншаның тұтқасымен ұрды. Ал Жозе жерге құлап түсті. Қыздың біреуі көмекке шақыру үшін терезеге жүгірді. Бірақ Алвеш оны ұстап алып, жерге құлатып тастады. Ақыр аяғында анасынан басқа бәрі өлтірілді. Анасын Алвеш өзі жеке өлтірді. Ал бұған дейін анасының көзінше 3 баласы өлтірілді. Алвеш үйді тонап үлгеру үшін есікті бекітті. Қарақшылар ақша мен құндылықтарды, соның ішінде сейфтің есігін майыстырып, ішіндегі күмісті алып, қаптарын кесіп, ақша мен асыл заттарды алып шықты. Тоналған заттарды Мартинштің үйіне апарып қойды. Ол жерде оның ағасы дәрігердің қызметшісі Мануэль Алвеш болды. Мартин Алвешке артық куә ретінде ағасын өлтіруді ұсынды. 8 қарашада Аройрош ауданында жақында Диего Алвеш жалға алған үйдің ауласында 30 күн бұрын жерленген Мануэль Алвештің мәйіті және ұрланған асыл заттар табылды. Мәйіттер аяқтары тізесінен төмен кесіліп, кеудесіне қойылған. Мәйітті көмуші Жоау Даш Педраш көмгені анықталды. Ол Алвешпен бірге сол адамды өлтірген. Қабір тым кішкентай болғандықтан аяғын кесіп тастауға тура келді. Тұтқында осы соңғы кісі өлтіруден кейін көп ұзамай басталды. Полиция қызметкерлері көмуші терезеден секіріп шыққан жердің жанында кездейсоқ болып қалған. Көмуші терезеден сәтсіз секіріп аяғы шығып кеткен. Содан кейін ұсталып қалған. Қазынашы Антонио Мартинш оны тұтқыннан шығару үшін оған ақша салып жібереді. Осы әрекетімен ол өз-өзін ұстап беріп, банда арасында дүрбелең тудырды. Ал қалғандарын ұстау оңайға соқты. 1840 жылы 15 шілдеде шығарылған сот үкімінде Алвештің Эштрел көшесінде Антонио Марияны тонау туралы тағы да бір қылмысы айтылған. Сот шешіммен барлығы жазаланды. Алвеш, Мартинш, Палиареш және жыртылған ауыз кісі өлтіруші ретінде асылды. Қалғандары өмір бойы Африкалық колонияға жіберілді. Париринеу Мозамбикке, ал қалғандары Анголаға аттандырылды. Тек биші Жозе Коэльге өмір бойы бас бостандығынан айырудың орнына 10 жыл түрмеге қамаумен құтылып кетті. Ал көмуші Жоау Даш Педрашты алдымен асу жазасына үкім шығарылған болатын. Бірақ оның қылмысты толығымен мойындауын ескере отырып, үкім Анголадағы Коконда түрмесіне өмір бойы қамауға ауыстырылды.
Алвешті 1841 жылы 19 ақпанда асып қойды. Көптеген адамдар оны Лемойру түрмесінен бастап Кайш-Тутоджу портының маңайындағы тұтқынға дейін апарып жатқандарын көруге шықты. Алвеш туралы барлық дерлік материалдарда оның Португалияда өлім жазасына кесілген соңғы адам екені айтылған. Бірақ тағы бір өлім жазасына ұшыраған белгілі Франсишка Матош Лобу атты Лиссабондық қарақшы болған. Ол Алвештің бір жыл өткен соң дарға асу жазасын алды. Парейринияның қызы Мария де Консейсау Роза көшесіндегі баспанаға жіберілді. Барлық жерде Диего Алвештің басын Лиссабон медицина университетінің мұражайында формальдегидте жүзіп жүргенін көруге болады деп сеніммен жазады. Оның басын не үшін сақтап қойған? Музей сайтында профессор Лоренс Далуш ғылыми зерттеулер үшін сақтаған бас Диего Алвешқа тиесілі болуы мүмкін деп жазылады. Бұл бастың сарғыш шашы сәл қызғылт түсті, бірақ түрме карточкасы Алвештің көздері мен шашы қара болғанын айтады. Доктор Франсиш Ферраж де Масситтің 1886 жылғы есебінде Алвештің бас сүйегін зерттеу туралы айтылады. Онда доктор бала кезіндегі басының зақымдалуынан Алвештің психикалық тұрақсыздығын болжайды. Біз Алвештің акведуктегі кісі өлтіруші болғанын, немесе оның басы медицина университетіндегі шыныда тұрғанын білмейміз. Уақыт өте келе бұл қараңғы кейіпкердің тарихы жаңа аңыздарға ұласады. Бұл қызықты болады. Бұған Алвешті атаған акведуктегі қылмыстардың тергелмеген ықпал етті. Диого Алвеш Португалияда танымал болған бірнеше фильмдер мен кітаптардың кейіпкеріне айналды. Диего Алвеш сол заманның ең атышулы қылмыскері болған. Сондықтан оның бас сүйегіне деген қызығушылық артып, зерттеп, оны осы күнге дейін сақтап қойған болар. Ең қорқыныштысы, Алвештің шыныдағы басына қарағанда, ол көзімен дәл сізге қадалып қарап тұрғандай түйіледі. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл оқиғаның бәрі шынайы ма? Әлде жай аңыз ба? Бірақ жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Жоқ әлде...